Қайырлы күн қазақ елі. Сіздер көріп жатқан шығарсыздар. Бүкіл мынау дүние жүзінде қақтығыс, соғыс болып жатыр. Мынау Израиль мен Америка Иранға шабуыл жасады. Ресей Украинаға шабуыл жасады. Сосын Пакистан мен Афганистанның арасында қақтығыстар болып жатыр. Айта берсең көп, Тайваньға Қытай жаман көзбен қарап отыр. Ол жерде де эскалация жасап. Сосын Мьянма жақта енді айта берсең көп қазір. Сол үшінде не айтайын деймін, мына біздің Қазақстан МИДі айтады ғой, Дубайға көмектесейік. Дубайға Иран шахеттарын жіберген кезде бірнеше нелерін құртып жіберді ғой, білесіздер оны. Сосын соған Дубайға көмек көрсетеміз дегенде, егер сұраса дегенге көбісі айтып жатыр да, ойбай, өзімізге көмектеспей ма деп. Иә, ол да сіздердің нелеріңіз, пікірлеріңіз дұрыс, өздерімізге көмектеспейміз бе деген. Бірақ деген саясат деген нәрсе бар. Саясаттың этикасы бар өзінің. Ол енді көмек көрсетеміз дегенге, егер керек болса дегенде, ол көмекті береміз деген сөз емес. Біреу енді сізбен қалыңыз қалай деп амандасса да, мысалы деймін да, сіз жақсы дейсіз, андаймын, сол енді этикет қой. Ол енді көмектесем деген сөз емес. Сосын ирандықтан өзіміздің қазақ қандастарымызды шақырамыз дейді. Соларды аламыз деген сияқты келтіріп жатыр. Бірақ о жақтан енді ол айту тағы да. Білесіздер ғой, айтуымен біздің биліктердің ісі ол совсем басқа нәрсе. Мүлдем басқа нәрсе. Оны аламыз деп айту себептері де бар, бірақ қаншама бөгеттер қояды деймін да, оны өту үшін. Көп бөгеттер болады. Ол үшінде көп адамдарға ол нереально болып кетеді да. Сол үшінде түсініспешілікпен қарау керек ондай шешімдерге. Ол саясат деген, ол халықаралық саясат осындай болады. Біздің Қазақстанымызда тыныштық керек, бірақ шүкір деп отыра беруге болмайды. Шынымен де өзіміз дем бастайық, алдыға ұмтылайық, саясатқа араласайық.